Математика пәні, сабақтың тақырыбы жиындар және оларға амалдар қолдану. 86-шы сабақ. Бүгінгі сабақта диаграмманың көмегімен бейнелеуді үйренесің. Номер 2, 51-ші бет. Жиындардың әрқайсына сандар таңдайық. 3-ке бөлінетін және 5-ке бөлінетін сандар. 3-ке де 5-ке де бөлінеді, ол 30, 15 екен. Бірінші 3-ке бөлінетін сандарды айтып шығайық. 3, 6, 9, 12, 15, ол 3-ке де 5-ке де бөлінеді. 18, 21, 24, 27 және 30. 30 саны мен 15 саны жиынның диаграмманың дәл ортасында тұр, себебі олар 3-ке де бөлінеді, 5-ке де бөлінеді. Енді 5-ке бөлінетін сандарды атайық. 5-тен бастаймыз. 5, 10, 15 жазулы, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Балалар 45 те 3-ке бөлінеді. 3-ке де 5-ке де бөлінеді, ол 45 саны және 50. Қараймыз. Бұл жиында 3-ке бөлінетін және 4-ке бөлінетін сандарды жазайық. 3-ке бөлінеді 3, 6, 9, 12. 12 жазулы тұр. 12 саны диаграмманың дәл ортасында, себебі ол 3-ке де 4-ке де бөлінетін сан. Себебі сондықтан оны ортасына жаздық. Келесі жиынға қараймыз. Бұл жиында 3-ке бөлінетін және 4-ке бөлінетін сандарды жазып шығуымыз керек. 3-ке бөлінетін санды жазайық. 3, 6, 9, 12 саны жазулы тұр. Неліктен 12 саны диаграмманың дәл ортасында? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, себебі ол 3-ке де бөлінеді және 4-ке де бөлінеді. Сондықтан оны ортаға жазу керек. 12-ден кейін әрі қарай 15 бөлінеді 3-ке. 18 3-ке бөлінеді. 21 және 24 саны. Оқушылар 24 санын диаграмманың ортасына жазамыз. Себебі ол 3-ке де және 4-ке де бөлінеді. 27 және 30. 3-ке бөлінетін сандарды жазып шықтық. Келесі 4-ке бөлінетін сандарға жазайық. 4, 8, 12 жаздық. 12-ден кейін 16, 20, 24. Біз жаңа 24-ті айттық, ол 3-ке де 4-ке де бөлінеді. Әрі қарай 28, 32 және 36, 40. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Номер 3, 51-ші бет. Есептерді шығар. Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазу керек. Номер 4, 51-ші бет. Салыстыр.